Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары өлеңі бір бидай арқылы барлық жанды ешқашан тәкаппар болмай, тек жақсылық жасап жүруге шақыратын өлең. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы. Егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кез еді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз ақ бір бидай тұр көкке қарап. Бейне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мырза Құдай нұрға қанып. Ей, әке, мұның мәнін түсіндірші. Бір іске тұрмын, өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды, шекірейіп өзі көпке. Өзіне өзгелерді теңгермейтін, соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін балам. Саған шырағым, түрін көріп таңданба оған. Өзгесі төмен қарап бүгілгенде, ойлама кем екен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына. Соқтанба құр сорайған қарасына. Құдайым өзгесіне дәм бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дәм берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап білініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам, тәкаппар. Оны халық жаман. Қалп емес тәкаппарлық данышпанның. Тұтынба бұл мінезді балан.